Ертеде бір ер адам мен әйел болыпты. Олардың Маша деген қызы, Иванушка атты ұлы бар екен. Бір күні ата-анасы қалаға жиналады. Маша қызым, үйде Ванюша да саған аманат. Ініңді көзден таса қылма. Біз сендерге базарлыға келеміз. Ақылды бол, қызым. Уайымдамаңыздар, мен Ванюшаны қараймын. Бірақ көп ұзамай достары Машаны ойынға шақырады. Жүр, Маша, ойнаймыз. Қазір барамын. Ойын қызығына берілген Маша інісін мүлде ұмытып кетеді. Сол сәтте аспанда жабайы қаздар пайда болады. Қаздар келіп, Ванюшаны алып ұшып кетеді. Үйге қайтқан Маша қорқынышты көрініске тап болады. Ванюша, қайдасың? Ванюша, қайдасың? Ол аспанда ұшып бара жатқан қаздарды көріп, ізіне түседі. Пеш, қаздар қайда кетті? Алдымен маған отын сал. Орманға қарай жүгір. Алмағашы, айтшы, қаздар қайда кетті? Алдымен алмаларымды теріп ал. Алдыға қарай жүгір. Өзен, көмектесші, қаздар қайда кетті? Алдымен тасты алып таста. Кірпі, көмектесші. Соңымнан ер. Алаңқайда тауық аяқты үйшік тұр. Терезеде жалмауыз кемпір отыр. Ал Ванюша есік алдында отыр екен. Istanglar olarda! Istanglar olarda! Istanglar olarda! Қаздар! Қуып жетіңдер оларда! Өзен, жасыршы бізді. Алма ағашы, бізге көмектесші. Мына жер тез. Қорықпаңдар, енді сіздер қауіпсізсіздер. Рахмет, ағаш ата. Пеш, құтқаршы. Ішіме кіріңдер. Сөйтіп Маша інісін аман алып үйіне оралады. Әкешім. Балаларым! Амансыңдар ма, балаларым? Міне сендерге базарлық. Енді ешқашан інімді қараусыз қалдырмаймын. Ақылсыздық қиындыққа барады. Ал мейірім мен еңбек құтқарады.